Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында осындай өте дәмді әрі ерекше жұмсақ нандар пісіріп үйренетін боламыз. Осы рецептпен дайындасаңыз, видеодағыдай 2 штук 4 бұрышты нан шығатын болады. Ол үшін қажетті заттар: ұн, ашытқы, тұз және де жылы су. Барлық ингредиенттер қажет мөлшерімен төменде описаниеда жазып көрсетілген. Ең алдымен ұнға тұз және де ашытқыны қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оны қасықпен немесе мен секілді осылай қолмен араластырып алсаңыз болады. Содан кейін оған жылы суды жайлап құя отырып, қамыр илеуіміз қажет. Яғни судың барлығын бірден құймаймыз, оны бөліп бірнеше мөлшерде құйып отыруымыз қажет. Және де осылай ұн мен судың барлығын жақсылап бастыра отырып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлық ұн мен су бірігіп, осындай біркелкі қамыр пайда болды. Және де ол осындай көріп тұрғаныңыздай жұп-жұмсақ. Енді оған шамамен 1 ас қасық мөлшеріндей болатын сұйық майды құямыз да үстіне осылай қолымызбен жақсылап барлығын бастырып шығамыз. Содан соң табаның бетін жауып, оны жылы жерге 1,5-2 сағаттай уақытқа көтерілуге қалдырамыз. Мінекей менің қамырым 2 сағат бойы жылы жерде тұрды, осындай болып, керемет болып көтерілген. Содан соң видеода көріп тұрғаныңыздай мен секілді қамырды осылай қолмен барлығын басып, біркелкі етіп тағы да бастырамыз. Содан соң нандарды пісіретін қалыптарды, яғни форманы дайындап аламыз. Мен осындай 2-4 бұрышты қалыпта пісіретін боламын. Соның ішіне кішкене сұйық май құямыз да, оны осылай барлық жеріне майды жағып шығамыз. Содан кейін қамырды алып, 2 бөлікке бөлеміз, және де оны видеода көріп тұрғаныңыздай барлығын осылай дөңгелете отырып жинаймыз да қалыпқа саламыз. Егер де сізде 4 бұрышты бұндай қалып болмаса, сіз қалауыңызша дөңгелек формада немесе противенге дөңгелек етіп орналастырып, табанан секілді етіп пісіріп алсаңыз да болады. Яғни бұл рецептпен кез келген формадағы нанды пісіріп ала берсеңіз болады. Тіпті бауырсақ етіп жасасаңыз да керемет шығады. Осылай қамырдың 2 бөлшегінде қалыпқа орналастырып аламыз. Содан кейін қалыптың бетін орамалмен жауып, оны көтерілу үшін жылы жерге 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Мінекей 15 минут өтті, орамалды аламыз, осылай болып көтерілген. Содан кейін оны 200 градус қызып тұрған пеште 1 сағат уақыт бойы пісіріп аламыз. Яғни ол қызарғанға дейін. Сіздің пешіңізде одан ұзақтау немесе одан кемдеу пісуі мүмкін, яғни нанның қызарғанына қарайсыз. Мінекей менің нандарым осындай болып пісті, өте дәмді болып шығады. Сіздерге міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Сәттілік!